Құрметті студенттер, философия пәнінен бүгінгі лекцияның тақырыбы философияның пәні, құрылымы, атқаратын қызметтері және негізгі бағыттары. Лекция сұрақтары слайдта берілген. Бірінші сұрақ: философияның пәні мен қарастыратын мәселелері. Философия сөзі гректің филио сүйемін, софия даналық деген сөздерінен шыққан. Сөзбе сөз аударғанда даналыққа құштарлық деген мағына береді. Философия біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырларда ежелгі ірі мәдениет ошақтары ежелгі үнді, ежелгі Қытай және ежелгі грек жерлерінде шамамен бір мезгілде пайда болды. Философия пайда болған кезден бастап-ақ өзінің алдына дүние дегеніміз не, адамның дүниеде алатын орны қандай, адам не үшін өмір сүреді, адам өмірінің мақсаты не деген сияқты дүниетанымдық маңызы бар сұрақтарға жауап іздеумен айналысады. Сол себепті философия адамның дүниеге қатынасы мен көзқарасын айқындайтын дүниетанымдық ғылым болып табылады. Әдетте философияға мынадай жалпы анықтама беріледі. Философия табиғат, қоғам және адам ақыл-ойы дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеумен айналысатын ғылым болып табылады. Философия ұғымы сонымен бірге дүниетаным, өмірлік ұстаным, адамның іс-әрекеті бағдары деген мағынаны да білдіреді. Сонымен қатар философияны оның зерттеу ерекшеліктеріне қарай жалпылықты зерттеумен айналысатын ғылым, адамның ақыл-ойы туралы ғылым, болмыс заңдылықтарын зерттейтін ғылым, адам мен қоғамның даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым деп те айтуға болады. Философияның қарастыратын мәселелері: философия дүниенің даму заңдылықтары, адамның дүниеге қатынасы, адам өмірінің мән мағынасы, адам ақыл-ойының ережелері, адамгершілік құндылықтар, әсемдік пен сұлулықтың қағидалары мен ережелері, қоғам дамуының заңдылықтары сияқты мәселелерді зерттеумен айналысады. Екінші сұрақ: философия және дүниетаным. Дүниетанымның тарихи түрлері: мифология, дін, философия және олардың арақатынасы. Философияның ерекше көңіл аударатын мәнді белгісі оның дүниетанымдық сипаты, дүниетаныммен байланысы мен арақатынасы. Философияға қарағанда дүниетаным ұғымының ауқымы кеңірек. Сондықтан да философия дүниетанымның құрамына кіріп, дүниетанымның ерекше жоғары дәрежеде дамыған теориялық деңгейі болып табылады. Дүниетаным дегеніміз адамдардың дүниеге қатынасын бейнелейтін және олардың іс-әрекеттерін айқындайтын түрлі көзқарастар мен пікірлердің жүйеленген жиынтығы болып табылады. Дүниетанымның тарихи типтері: бірінші мифология, екінші дін, үшінші философия. Ал енді мифология анықтама берейік. Мифология дегеніміз түрлі табиғи және әлеуметтік құбылыстарды, олардың желеп-жебеушілер болып табылатын жаратылыстан тыс күш иелерінің әрекеттері арқылы түсіндіретін, өзінің бір тұтастығымен, синкреттілігімен сипатталатын, адамдар білімдерінің алғашқы белгілерін қамтитын дүниетанымның алғашқы тарихи түрі болып табылады. Мифология дүниетанымның ең алғашқы тарихи түрі ретінде алғашқы қауымдық құрылыс кезінде адамдардың табиғаттың дүлей күштері алдындағы дәрменсіздігі нәтижесінде оларды адамдардың тағдырын шешетін құдіретті күшке ие деген сенімінен пайда болған. Ал дін дегеніміз дүниедегі түрлі табиғи және әлеуметтік құбылыстарды ең жоғарғы жарылыстан тыс күш иесі Құдайдың құдіреті арқылы түсіндіретін дүниетанымның келесі тарихи түрі болып табылады. Дін бойынша дүние жоқтан бар болып жаратылған, уақытша және шектеулі, ал Құдай мәңгілік және дүниеден тыс тұрған шексіз құдірет иесі. Дін дүниеде болып жатқан құбылыстардың себебін табиғаттан тыс тылсым күштен іздейді және сенімге негізделеді. Ал философия дегеніміз дүниедегі түрлі табиғи және әлеуметтік құбылыстарды дүниенің өз заңдылықтары, табиғи себептер арқылы түсіндіретін және білімге негізделген дүниетанымның келесі тарихи түрі болып табылады. Өздеріне тән айырмашылықтарына қарамастан, мифологияға да, дінге де, философияға да тән ортақ ерекшелік, олардың барлығы да адамдардың дүниеге деген қатынасын бейнелейді. Дүниеде болып жатқан құбылыстардың себептерін түсіндіруге деген талпынысынан туындайды. Үшінші сұрақ: философиялық білімнің ерекшелігі, құрамдас бөліктері мен негізгі әдістері, атқаратын қызметтері. Бастапқы кезде адамдар білімдерінің барлық жиынтығы философияның құрамында болды. Бірте-бірте адамдардың білімдері мен тәжірибелері артқан сайын философиядан жеке
нақты ғылымдар бөлініп шыға бастайды. Атап айтқанда, математика, физика, астрономия, логика, саясаттану, психология, этика және тағы басқа да ғылымдар. Бір қарағанда енді философияның өзі қарастыратын мәселелері қалмаған сияқты болып көрінеді. Шындығында философия өзінің маңызы мен қажеттілігін жеке нақты ғылымдармен байланысын жоғалтқан жоқ. Философия дүниенің нақты салалары бойынша зерттеулерді жеке ғылымдардың үлесіне бере отырып, олардың жинақтаған деректер мен мәліметтер негізінде дүниенің жалпы тұтастығы мен өзара байланысы жайлы жеке ғылымдарға бағыт-бағдар беретін жалпы тұжырымдар мен қорытындылар жасаумен айналысады. Сондықтан да философия жеке ғылымдармен өзара тығыз байланыста дамиды. Сонымен қорыта айтқанда, философияның басты ерекшелігі оның жалпылығы, универсалдылығы болып табылады. Философия дүниені оның құрамдас бөліктерімен бірлікте және өзара байланыста тұтастай қарастыратын ғылым. Философиядан басқа бірде-бір ғылым дүниені жалпы тұтастай қарастырумен айналыспайды. Философиялық білімнің мынадай құрамдас бөліктері бар. Бірінші онтология, болмыс туралы ілім, екінші гносеология, таным туралы ілім, үшінші логика, ойлау заңдары туралы ілім, төртінші аксиология, құндылықтар туралы ілім, бесінші натурфилософия, табиғат туралы ілім, алтыншы антропология, адам туралы ілім, жетінші этика, мораль туралы ілім, сегізінші эстетика, әсемдік, сұлулықтың қағидалары мен ережелері туралы ілім, тоғызыншы әлеуметтік философия, қоғам және оның даму заңдылықтары туралы ілім. Философияның негізгі әдістері: бірінші метафизика, екінші диалектика. Метафизика дегеніміз дүниедегі заттар мен құбылыстарды тұрақты және ешқашан өзгермейді деп санайтын, оларды жеке дара өзара байланыссыз қарастыратын әдіс. Бұл әдіс бойынша даму дегеніміз заттың тек кеңістікте орын ауыстыру мен оның ұлғаюы немесе кішіреюі деп түсіндіріледі. Диалектика заттар мен құбылыстардың ішкі қайшылықтарын, олардың өзгеру, даму ерекшеліктерін, себеп салдарлық байланыстарын, қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресін ескере отырып қарастыратын зерттеу әдісі. Философияда метафизикаға ұқсас, оған жақын мынадай әдістер бар. Бірінші догматизм, екінші эклектика, үшінші софистика. Догматизм қоршаған дүниенің догматтар шеңберінде жоғарыдан берілген абсолютті дәлелдеуді қажет етпейтін мызғымас сенімдер, көзқарастар тұрғысынан ғана қарастыратын және қабылдайтын ойлау әдісі. Эклектика біртұтас шығармашылыққа енбейтін түрлі еркінше алынған фактілерді, ұғымдарды, концепцияларды біріктіру нәтижесінде сырт қарағанда шын көрінгенмен үстірт ақиқаттан алыс жатқан тұжырымдар жасау. Үшінші софистика. Ақиқат болмаса да ұтымды құрастырылған жалған алғышарттардың жаңа логикалық тұрғыдан дұрыс, бірақ мағынасы жалған ой қорытынды жасау әдісі. Философияның негізгі атқаратын қызметтері мыналар: бірінші дүниетанымдық қызметі, екінші теориялық қызметі, үшінші гносеологиялық қызметі, төртінші аксиологиялық қызметі, бесінші әлеуметтік қызметі, алтыншы тәрбиелік қызметі, жетінші сыншылдық қызметі, сегізінші болжамдық қызметі. Төртінші сұрақ: философияның негізгі мәселелері және оның екі жағы. Философиядағы негізгі бағыттар. Философия сан алуан мәселелерді зерттеумен айналысады. Бірақ олардың барлығын тек бір ғана басты мәселеге әкеліп тіреуге болады. Ол болмыс пен сананың, табиғат пен рухтың, материя мен идеяның арақатынасы жайлы мәселе. Басқаша айтқанда, дүниедегі материалдық бастама мен рухани бастаманың арақатынасы жайлы мәселе. Мұны философияның негізгі мәселесі деп атайды. Философияның негізгі мәселесінің екі жағы бар. Бірінші, не алғашқы, материя ма, жоқ әлде идея ма деген сұрақ. Екінші, дүниені танып білуге бола ма, адамның ақыл ойы дүниені дұрыс бейнелей ала ма деген сұрақ. Дүниеде не алғашқы, материя ма, жоқ әлде идея ма деген сұраққа жауап берулеріне қарай философтар мынадай негізгі екі бағытқа бөлінеді. Бірінші, материализм. Материяны, табиғатты, заттар дүниесін алғашқы, ал сананы, ақыл ойды, идеяны екінші деп мойындайтын философиялық бағыт. Екінші, идеализм. Сананы, ақыл ойды, идеяны алғашқы, ал материяны, табиғатты, заттар дүниесін екінші деп мойындайтын философиялық бағыт. Сонымен қатар осы екі бағыттан басқа арал бағыты ретінде дуализм бағыты бар.
Материализмнің негізгі тарихи түрлері. Бірінші, антикалық философиядағы стихиялық материализм. Көрнекті өкілдері: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Эмпедокл. Екінші, жаңа заман философиясындағы метафизикалық материализм. Көрнекті өкілдері: Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Рене Декарт, Бенедикт Спиноза. Үшінші, маркстік диалектикалық материализм. Көрнекті өкілдері: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин. Идеализм негізгі түрлері: объективтік идеализм және субъективтік идеализм. Объективтік идеализм дегеніміз объективті идеяны, әлемдік ақыл ойды алғашқы деп мойындайтын идеализм түрі. Көрнекті өкілдері: Платон, Гегель, Шеллинг. Субъективтік идеализм дегеніміз жеке адамның санасын, ақыл ойын, түйсігін алғашқы деп мойындайтын идеализмнің түрі. Көрнекті өкілдері: Джордж Беркли, Давид Юм, Иоганн Готлиб Фихте, Эрнст Мах, Рихард Авенариус. Ал дүниені танып білуге бола ма деген сұраққа байланысты философтардың басым көпшілігі дүниені танып білу мүмкіндігін мойындайды. Бірақ кейбір философтар дүниені танып білу мүмкіндігін теріске шығарады. Мұндай философтарды агностиктер деп, ал философия бағытты агностицизм деп атайды. Агностицизмнің көрнекті өкілі 18 ғасырда өмір сүрген неміс классикалық философиясының көрнекті өкілі Иммануил Кант болды. Осымен біздің лекциямыз аяқталды. Осы тақырыпқа қатысты сұрақтарды семинар сабағында толығырақ қарастыратын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.